Жекпе-жек алдында жігіт сыйластық танытып қолын созды. Эй, ты чё, охренел совсем? Сол сәтте оның бойын ашу кернесе де ол өзін ұстай білді. Бұл жігіттің есімі Ким Чон У. Оның арманы бокстан әлем чемпионы болу. Жақын досы У Чин жаттықтырушысы болып, күн сайын осы мақсатқа бірге ұмтылды. Көптен күткен жекпе-жек күні де келіп жетеді. Оның қарсыласы WBC нұсқасы бойынша екінші орта салмақтағы әлем чемпионы Адик. Түріне қарасаң тым өзінше көрінеді. Ол тіпті қолғап тиістіруден де бас тартты. Жекпе-жек бастала салысымен екеуі де алғашқы секундтардан ақ шабуылға көшті. Адик Чон Уды бірден ринг арқанына қарай тықсырады. Әлем чемпионы деген атағына сай, ол алғашқы сәттен ақ толассыз соққылармен басымдық танытты. Оның қимылы шынымен таңдай қақтырарлық еді. Чон У да оңай шағылатын жаңғақ емес, қарсы шабуылға шықты. Дегенмен Адиктің жойқын сол жақ хук соққысы оны тізерлетіп бастайды. Алайда үзіліс кезінде досы У Чин оған демеу беріп, үшінші тактиканы жақын қашықтықта айқасуды ұсынды. Екінші раунд басталғанда Чон У мүлдем басқадан болып шығады. Оның жанарынан нық сенімділік байқалады. Бұл раундтың басы өте әсерлі әрі тартысты өтті. Чон У басымдықты өз қолына алып, жекпе-жектің бет алысын тез өзгертеді. Оның жақын қашықтықтағы әдістері жойқын болды. Ол қашықтықта шебер басқарып, қарсыласының қорғанысын тас-талқан етеді. Чон У обрушился на Белова. Какая зрелищная комбинация! Ким Чон У наносит прямой удар. Соңғы секундтарда Чон У соңғы соққысын жұмсамай тоқтап қалды. Егер сол сәтте соққы бағыттағанда, бәрі ерте аяқталар еді. Өзіністе У Чин оған үшінші тактиканы жалғастырып, Адиктің жарақат алған сол жақ көзіне оң қолмен қатты соққы беруді бұйырады. Бірақ қарсыласының мүшкіл халін көрген Чон У бұған келіспей, бірінші тактиканы қолдануды жөн көрді. Бапкері оған: "Ол чемпион, оның әрекетін болжай алмайсың. Мүмкіндік барда оны сұлат" деп қанша айтса да Чон У тыңдамайды. Үшінші раунд басталды. Чон У өзінің таңдаулы тәсілін қолданады. Ким Чон У в защитной стойке. Бросается на соперника и начинается бой. Удар левый попадает точно по корпусу. Ақыры жекпе-жек аяқталып, Ким Чон У жеңіске жетеді. Ол чемпиондық белбеуді иеленді. Ал осы сәтте көрермендер арасынан біреудің сұсты көзқарасы оны бақылап тұрды.